Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай әдемі, дәмді құлпынайдан варенье жасайтын боламыз. Қазір жаз мезгілі, банка жабу маусымы басталды. Құлпынайдың сезонында құлпынайдан варенье жауып алайық. Ол үшін бізге құлпынай қажет. Оны салқын суда жақсылап тазалап жуып, түптерін тазартып аламыз. Және де шұңғыл ыдысқа, менің жағдайымда қазанға жуылған, тазартылған құлпынайларды салып, үстінен бірге бір шекерін салып отырамыз. Мен 6 килограмм құлпынайға 2 киладай шекер салдым, және де оны жақсылап шекері ерігенше бір араластырып қойып қоямыз. Менің жағдайымда 1 сағаттай тұрды, 1 сағатта жақсылап шекері де еріді. Арасында оны міндетті түрде араластырып тұрамыз. Жақсылап шекері ерігеннен кейін оны газға қойып қайнағанын күтеміз. Құлпынай қайнап бастады, вареньеміз қайнауды бастады. Көбіктерін, бетіне пайда болған көбіктерді алып тастай отырып, астын баяулатып, жақсылап қайнатып аламыз. Жандағы көбіктерінің барлығын бір жерге жинап алып отырамыз. Және де осы вареньеміз қайнап тұрған кезде өзіміздің жабатын банкаларымызды да қайнап тұрған ыстық суға жақсылап крышкаларды, банкаларды стерилизовать етіп аламыз. Банкаларымыз дайын болғаннан кейін вареньеміз 15-20 минуттай қайнаған соң оларды жаба беруге болады. Бұл вареньеға айта кететін бір құпиясы, клубниканың черный принц деген сортын таңдасаңыздар, құлпынайдан жапқан вареньеңіз өте дәмді, әрі түсі де әдемі болып шығады. Егер менің каналым ұнаса, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Және де құлпынайдан варенье жабалмай жапқысы келіп жүрген достарыңызға самолетикпен жіберіп қоюды ұмытпаңыз.